Кааб ибн Малик деген сахаба болған. Алла одан разы болсын. Сөз дегенде алдына жан салмайтын. Тілі шешен, өте жаңағыдай ділмар кісі болған екен. Ақындығы бар адам. Ол отырған жерде одан басқа адам сөйлемейтін ерекше адам болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көзіне түскен кісі болған. Осындай бір оның басынан үлкен бір сынақ өтеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Табук деген шайқасқа жолға шығады. Сол Табукке шығып бара жатқан кезде бір себеппен Кааб ибн Малик шықпай қалады. Пайғамбарымыз сол шайқасқа, сол жерге барып ат басын тірегеннен соң кім бар, кім жоқ деп түгендеп отқан кезде жанынан Кааб ибн Малик көрінбейді. Сахабалар көп, бірақ үнемі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанынан табылатын адамдардың ішінде Кааб болушы еді. Ол табылмайды. Сол жорыққа түрлі себеппен бармаған 80-нен астам кісі болған екен. Оның басым бөлігі мұнафиқтар, тағы біраз бөлігі, негізгі бөлігі шын мәнінде жолға жарамайтын. Біреудің аяғы сылтап басады, біреу денсаулығы жоқ, біреу қартайған, сондай кісілер. Ал енді ешбір себепсіз бармаған Кааб ибн Малик. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әдеті жорықтан келсе бірінші мешітке келіп екі бас намаз оқиды екен. Сол намаз оқып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келе жатыр дегеннен бастап мешітке кіргеннен жұрттың барлығы бармағандар алдынан өтіп кешірім сұрай бастайды. Осы мал жайын себепті, анау болды, мынау болды, шығар едім, шыға алмай қалдым, әттеген-ай деп ақталып жатады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы, сенің айтқаныңды қабылдадым, бірақ ішіңді Алла біледі деп шығарып салып жатады барлығын. Барлығын шығарып салып жатады. Кезек Каабқа келеді. Мешітке келмес бұрын өзінің ет жақын достарымен, туыстарымен ақылдасып алады, не айтсам болады деп. Сөйтіп мешітке келгеннен соң ассаламу алейкум ва расулалла деп кірген кезде пайғамбарымыздың жүзінен қорқады. Өйткені оның жүзінде күлкі, бірақ күлкісі ашулы, ызалы күлкі болады. Ей Кааб, сенің не үзірің бар дейді. Сен жорықтан алдын түйе сатып алған едің ғой дейді. Жорыққа шығам деп түйе алған едің ғой сен дейді. Не болды дейді. Сол кезде қысылып отырып, пайғамбарымыздың алдына отырып айтады: "Ва Расулалла, егер сізден басқа мына дүниедегі кез келген адам болса, мен одан сылтау айтып, сытылып шығып кетер едім" дейді. "Бірақ сізге уақи түседі ғой" дейді. "Мен сізге қалай өтірік айтамын" дейді. Сөйтеді да, мен жорыққа бармауымның ешбір сылтауы жоқ дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Жарайды, онда сенің жағдайыңа байланысты шешім шығарғанға дейін үйіңе қайт" дейді. Жанымдағы кісілерден сұрадым дейді. "Мен секілді ешбір себебім жоқ қалып қоюды дегендер болды ма? Шындығын айтқандар болды ма?" деген кезде жұрттар айтады: "Я Хилал ибн Умайя мен ибн Рабиа деген кісі сіз секілді жауап берді" дейді. Үйге қайтып кеш болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хабаршы жіберді дейді. Мәдинаның баршасына хабарлады дейді. Үшеуімен ешкім сөйлеспесін. Амандасса жауап бермесін. Тіпті бала шағасы деген хабар жетті дейді. Таңертең мешітке келдім. Біреуге сәлем берсем жауап қайтпайды дейді. Көшеде, базарда біреумен сөйлессем ешкім маған жауап бермейді дейді. Ең соңында мешітке кіріп келген кезде пайғамбар да маған жауап бермей қояма деп қорыққаннан дейді, "Ассаламу алейкум ва Алла елшісі" деймін да бірден намазға кіріп кетемін дейді. Сөйтем да бірақ көзімнің қиығымен ерні жыбырлады ма екен, жыбырламады ма екен деп қараймын дейді. Құранда сол үш сахабаның күйін айтады. Мынау жер оларға тарлық етті дейді. Ақыр соңында өзінің кеудесі, өз жаны өз кеудесіне сыймайтын қиыншылыққа тап болды деп айтады. Соншалықты қиналған. Сөйтіп, жұртты аралап, бүйтіп алай жүріп, мына көшеге барып сөйтіп жүріп, өзінің немере ағасының үйіне барады.
Абу Қатада деген сахабаның үйіне барады. Есігін қағады, ей Абу Қатада деп. Каабтың дауысын естігеннен кейін есікті ашпай қояды. Сөйтіп есігін қақпасын айналып қора жақтан Абу Қатаданы көріп қалып, ей Абу Қатада, мен Алланы жақсы көрем ғой. Мен пайғамбарды жақсы көрем ғой. Неге араласпайсың деген кезде үндемейді, сөйлемейді. Сөйтеді да оған жауап береді. Алла біледі, Алланың елшісі біледі. Болды. Сенімен араласпауым себебім сол деп. Басқа сөз айтпайды. Қатты қиналады. Сөйтеді да кеш болады, түн болады. Түннің бір уағында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Умму Салама, жұбайының бірі Умму Салама мұсылмандардың анасын шаңырағында отырған кезде уахи түседі. Сол Тәуба сүресінің 118 аятында арнайы осы 3 сахабаға қатысты уахи түседі. Аяттың мағынасында жорықтан қалып қойған үшеуіне мынау жер тар болып кеудесіне жандар сыймаған сәтте Алла олардың тәубесін қабыл етті. Ақиқатында Алла тәубені қабыл ету үшін деген аят түседі. Яғни Алла тағала оларды кешіргендігі туралы аят түседі. Міне сол аят түскен кезде Умму Салама қуанғаннан мен сүйінші айтайын, осы хабарды жеткізейін ба деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жоқ, қазір сен шығып айтатын болсаң, мынау Мәдина ұйықтамайды бүгін дейді. Яғни барлық қуанып, шаттанып ұйықтамайтын болады дейді.